Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қоршаған ортаға антропогендік әсер етуге қатысты экологиялық процестердің заңнамасын талдау модулі бойынша әуе кеңістігін ауасын қорғау пәнінің жаңа тақырыбына келсек. Сабағымыздың тақырыбы шекті мөлшерлі концентрация немесе атмосфералық ластану деңгейлерінің гигиеналық нормалаудың ғылыми негіздері. Сабақтың мақсаты түрлі нормалар және нормативтердің негіздерін тереңдетіп оқыту, терминдердің сипаттамасын беру және талқылау. Сабағымызды бастамас бұрын келесі видеоға назар аударсаңыздар. Адамдар тіршілік ету барысында жердің ауа қабатына әсер етеді. Мысалы, зауыттар мен фабрикалар ауаны ластайтын әртүрлі қалдықтар шығарады. Көліктер де ауаны ластауда. Ауаның ластану себептері орманды кесу, радиация, пайдаланған газдар, улы газдар, түрлі қалдықтар және басқа да зиянды заттардың ауаға таралуы. Мұның алдын алу үшін адамдар әрдайым ауаны зиянды заттардан тазартудың жолын іздестіреді. Біздің мемлекетімізде де ауаны қорғау шаралары жүргізілуде. Қазақстан Республикасының Конституциясында ауаны қорғау туралы заң бар. Еліміздің әрбір азаматы елімізді қорғау керек екенін есте сақтауы керек. Деніміз сау болып, бақытты өмір сүру үшін бізге ең алдымен таза ауа қажет. Ауаны ластамаңыз. Атмосфера бүкіл әлемнің тіршілік ортасы. Атмосфера ауасының шекарасы болмайды. Ол жер шары халықтарының ортақ байлығы болғандықтан, оның сапасы, тазалығы адамзат үшін еш нәрсеге теңгерілмейтін биосфераның құрамдас бөлігі. Өздеріңіз білетіндей, атмосфера өзі бірнеше қабаттардан тұрады. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера және экзосфера. Әр қабаттың өзіне тән атқаратын қызметі, газды құрамы, тіршілік нысаны болады. Әсіресе тіршілік үшін ең маңыздысы болып табылады тропосфера мен озон қабаты. Бүгінгі таңда атмосфера ауасының тазалық сапасы бұрынғы кезден ауытқуда. Оның негізгі себептері ауаға адамның антропогендік іс-әрекетінен болатын әртүрлі газдардың шығарылуы. Оларды ауаны ластағыш заттар деп атайды. Таза ауа деген мемлекеттік стандарт жоқ. Ауаның құрамындағы негізгі компоненттердің мөлшері нормада болып, ал зиянды заттардың концентрациясы шекті мөлшерден аспаса, ондай ауа таза ауа деп саналады. Барлық қосындылар және қоспаларға шекті мөлшердегі концентрациясы анықталған. Шекті мөлшердегі концентрацияның екі түрі бар. Атмосфералық ауаның құрамындағы зиянды заттардың шекті мөлшерлі концентрациясы және адам жұмыс істейтін аймағындағы зиянды заттардың шекті мөлшерлі концентрациясы. Шекті мөлшерлі концентрация мөлшерін арнайы мемлекеттік органдар анықтайды. Оларды зерттеу ұзақ және күрделі процесс болып келеді. Шекті мөлшерлі концентрацияның зиянды затын белгілеу үшін арнайы институттарда жануарлар мен өсімдіктерге зерттеулер жүргізіледі. Ауа құрамындағы мыңдаған қосындыларға шекті мөлшерлік концентрациясы белгіленген, өлшем бірлігі миллиграмм метр куб. Суда 2 есе көп қосындыларға миллиграмм дециметр куб өлшем бірлігі белгіленеді. Зиянды заттардың қауіптілік кластарына келесі кестеге тоқталатын болсақ, ауадағы зиянды заттардың бірнеше түрін мысал ретінде қарастырсақ, яғни шаң, күкірт ангидриді, күкіртсутектер, қорғасын және бензопирен. Әр ауадағы зиянды заттардың шекті мөлшерлі концентрациясын дозасы максималды және орта тәулікте әсер етуіне байланысты берілген. Мысалға, қауіптілік класы бойынша шаң, күкіртті ангидрид 3-ші классқа жатады, ал күкіртсутек 2-ші класс, қорғасын мен бензопирен 1-ші қауіптілік класына жатады. Мысалға, ауадағы зиянды заттардың бірі күкіртті ангидрид, яғни SO2 артық мөлшерде болған жағдайда ол шыршаларға қауіпті болып келеді. Ауа ортасындағы шекті мөлшерлік концентрациясының деңгейлеріне тоқталатын болсақ, біріншісі, жұмысшы зонадағы ауаның құрамындағы ластаушы заттар. Бұл концентрация апатының 8 сағаттық жұмыс күнінде
немесе аптасына жалпы 41 сағаттан аспайтын жұмыс істеген кезде жұмыс жасының соңына дейін ауырмаған, немесе қазіргі зерттеу әдістері оның ешқандай ауруын тіркемеген немесе денсаулығында ешқандай ауытқулар болмаған шаманы білдіреді. Екінші, тұрғын үйлер орналасқан ауасындағы максималды бір реттік шектік концентрациясы. Бұл концентрация сол ауамен 20 минут тыныс алынған жағдайда адам организмдегі рефлекторлық реакция беруін айтады. Үшіншісі, тұрғын үйлер орналасқан аудандағы ауа құрамындағы улы заттардың орташа тәуліктік шектік мөлшерлік концентрациясы. Бұл концентрация адам ол ауамен қанша уақыт тыныс алса да тікелей немесе жанама ешқандай әсер етпеуі керек. Төртінші, шекті мөлшердегі қоқыс. Белгілі бір уақыт аралығында қоршаған ортаға зиян келтірмейтін, адам денсаулығына аса қауіп туғызбайтын шекті мөлшердегі ластаушы шығарымды қоқыс зат көлемі. Атмосфераның ластауының басты себептері ластағыш заттар болып табылады. Ауадағы ластағыш заттардың өлшенген немесе есептелінген концентрациясымен салыстырылады. Сөйтіп, ауаның ластануы шекті мөлшерлік концентрациясымен шамасымен өлшенеді. Атмосфералық ауаның санитарлық сапасын анықтау үшін ондағы ластағыш заттардың көлемін 1 метр куб ауадағы миллиграммен алынған салмағымен бағалайды. Шекті мөлшерлік концентрацияны есептеу әдісі ластағыштың жекелеген қасиеттері ескеретін модельді қолдануға негізделген. Мысалға, фондық концентрациясы, ластағыш көзінің геометриялық өлшемдері, аузының көзден шығатын газ ағынының шарттары, қоспаның шығаратын бөлімдегі орташа жылдамдығы, салыстырмалы агрессивтілік көрсеткіші, ауада шөгіп қалу жылдамдығын ескерілетін коэффициент, жердің рельефін ескеретін коэффициент. Енді атмосфера күйінің байланысты ластану дәрежесіне тоқталатын болсақ. Бірінші, ол норма класы, яғни Қазақстан Республикасы қалаларының ауасының орташа ластағыш дәрежесінің төменге сәйкес деңгейі. Екіншісі, ол қауіпті класы, яғни ластауыш дәрежесінің орта деңгейдегі шамасы. Үшіншісі, кризис класы, ластауыш заттардың орташа шамадан жоғары деңгейін айтамыз. Ал төртінші, ол апат класы, яғни ластаушы заттардың орта деңгейде әлде қайда жоғары болуын. Құрметті студенттер, Patons платформасы арқылы берілген тапсырмаларыңызды орындап, бағалау критерийлеріне сүйене отырып, әдеттегідей тексеруге жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.